Бәріңізге сәлем, есімім Арайлым Тұрысбек. Сіздерге кезекті, қызықты тақырыпта бір видеосабақ ұсынғым келеді. Бүгінгі видеосабақтың тақырыбы енді блог бастап келе жатқан адам үшін стористі қалай түсіріп бастауға болады. Вот именно енді бастап келе жатқан адамдарға, стористі мүлде түсіріп көрмеген адамдарға стористі түсіре бастау өте қиынға соғады. Сондықтан сіздерге мен өзімнің 5 сондай бір ерекше лайфхагын ұсынғым келеді. Сол 5 лайфхакты сіз қолдансаңыз, міндетті түрде сізде сторис түсіруге уже біраз опыт пайда болып, еш қиындықсыз бастап кетесіз. Ендеше давайте бастайық. Видеоны соңына дейін тыңдап, егер видео ұнаса, лайк, комментарий басып, егер де каналым вообще ұнап жатса, каналыма тіркеліп, мені қуантып қойсаңыздар болады. В общем, кеттік. Ең алдымен айтарым, кез келген нәрсені бастар кезде, стористі болсын, пост жазуды болсын, ең басты нәрсе ол бірінші бастау. Просто бастап көрсеңіз болды, ары қарай өзімен өзі кете салады. Даже просто 5 саусақты салыстыратын болсақ, біріншіден екіншіге дейінгі аралық өте үлкен, көріп тұрсыздар ғой, иә? Вот поэтому всегда любой нәрседе бірінші нәрсені бастап, екінші нәрсеге қадамға өту өте қиын. Сондықтан ең басты нәрсе просто начните, просто бастап әрекет етіп көріңіздер. Өзіңізге практика жасауға мүмкіндік беріңіз. Так, бірінші лайфхак ол камераны аласыз. Мысалы, үйде жүрсіз ба, далада жүрсіз ба? В основном давайте үйде бастаңыздар, иә, чтобы бүкіл қорқыныштарды сразу басатындай. Вот үйде жүрсіз, например, тамақ істеп жатырсыз, үй жинап жатырсыз, или там стол жинап жатырсыз ба, или не істеп жатырсыз, например, да? Соны сіз просто түсіріп жүресіз, просто осылайдан. Например, айналаңызды, иә, ештеңе айтпайсыз, бірақ айтатын нәрсеңізді текстпен жазып қоясыз. Стористі байланып видеоны түсіресіз. Потом салар кезде просто текстпен мысалы, сәлем достар, қалдарыңыз қалай, бүгінгі менің обедім осындай деген сияқты. Все, бұл бірінші қадам. Бұл оңай болып есептелінеді. Бұны любой адам қайталай алады. Сондықтан бірінші осы нәрседен бастайсыздар. Келесі екінші нәрсе ол дәл осы действияны қайталайсыздар, бірақ за кадром сөйлеп тұрасыздар. Например, тамақ жасап жатқаныңызды түсіріп жатсыз ба, например, бүгінгі обедке менде вот гречка мен котлета, осыны бірінші қуырып аламын, сосын барып осыны мен балаларыма беремін деген сияқты за кадром сіз сөйлеп тұрасыз, түріңізді көрсетпейсіз, просто айналаңызды түсіріп, еще и сөйлеп тұруыңыз керексіз. Вот бұл уже екінші қадам. Вот біріншіні орындадыңыз ба, екіншісіне өтесіздер. Вот біріншіні все уже мен спокойно жасай аламын деген кезде ғана екіншіге өтесіздер, жақсы ма? Келесі қадам ол, например, телефонды бір жерге тіреп қоясыз и өзіңізге қарап тұрған сияқты болады ғой, жан-жаққа қарайсыз ба, в общем, камераға өзіңізді көрсетуіңіз керексіз. Бұл жерде міндетті түрде сөйлеудің қажеті жоқ, просто қойып қоясыз, телефонды главное қолыңызға ұстамаңыз, просто бір жерге тіреп қоясыз да, и в полный рост па или средний план ба, в общем, өзіңізді көрсетіп тұрасыз. И, может, тамақ жеп отырасыз ба, или там боянып жатасыз ба деген сияқты, сондай өзіңізді көрсететін бір видео болу керек. Бұл жерде сөйлеудің қажеті жоқ, тоже сөйлейтін айтқыңыз келген нәрсені текстпен жазып қоясыз. Бұл үшінші этап. Келесі төртінші этап, бұл уже сіз ақырындап уже үйде сторис түсіре бастайсыз, сөйлеп, например, далада түсірудің қажеті жоқ, далада түсіру еще сложнее, поэтому үйде отырасыз да, например, кухняда ма, ешкім көрмейтін жерде ма, телефонды аласыз и ақырындап сөйлей бастайсыз. Бұл жерде ең басты нәрсе, например, бір 15 секундта миллион сөз айтып тастау емес, просто бір қарапайым, и мынандай бір нәрсе бар еще, бүкіл 15 секундқа да сөйлеудің қажеті жоқ, просто даже 5 секундтың өзіне сөйлеуге жеткілікті. Барлықтарыңызға қайырлы таң, не істеп жатсыздар, бүгінгі менің күнім осылай өтеді, все. Бұл уже все, бір сторис болып есептелінеді. Сондықтан 15 сториске созып, бүйтіп, Б деп тұрмай, просто 5 секундта айтарыңызды айтуыңызға болады. Егер де ұзақтау айтатын болсаңыз, 15 секундқа созасыз, соответственно. Вот, осыдан ешкім көрмейтін жерлерде практиковаться етесіз. И егер де сізге бұны сразу инстаграмға салуға қиын болатын болса, пока что фотопленкада тұра берсін, күнделікті осыдан өзіңізге жаттығу жасап жүріңіз, күнделікті өзіңізді түсіріп, өзіңіздің сөзіңізге, дауысыңызға үйрене алатындай. И 2-3 күннен кейін ақырындап салып көруіңізге болады. Потом ақырындап, например, бір рет салып қойдыңыз ба, все, бір күнге жеткілікті. Потом екінші күні 2 сторис, үшінші күні 3 деген сияқты постепенно көтере бересіз. Бұл жерде самое главное сразу қиын нәрсеге емес, қиын нәрсеге жеңілден сондай темпті бірте-бірте қосу арқылы ғана жету керек болады. Келесі нәрсе ол көпшілікке шыққанда уже сөйлеп тұру. Бұл жерде сіздерге мынандай бір лайфхак бере аламын.
Например, сіз видеозвонокпен сөйлескен сияқты қолыңызға созасыз да, и привет, там қалың қалай, не істеп жатсың деген сияқты подружкаңызбен ба, любой адаммен, например, видеозвонокпен сөйлесіп жатқан сияқты ощущениені сақтап миыңызда, и сөйтіп айтарыңызды бір 5-10 секундта айтып тастау керек. Например, всем привет, мен мындай базарға келдім, қазір осындай киім-кешектерді аламын, сіздерге көрсетемін деп сияқты. Все, как будто сіз подружкаңыз айтқан сияқты и өшіре саласыз. Все, уже сізде бір видео дайын. Например, адамдардың бүйтіп өтіп кеткенін, не істегенін бәрін күтіп тұрудың қажеті жоқ, но егер прям қатты ұялып жатсаңыз, конечно, оны бүйтіп қарап отырасыз ғой, но қашанға сіз оның бәрін сөйтіп ана өтіп кетсін, бітіп кетсін деп өзіңіздің уақытыңызды кетіресіз. Ол адамдар сізді тек қана өмірінде бір-ақ рет көріп тұр, и все, былай өтіп кетеді, и все. Может, бір былай қарауы мүмкін, не істеп тұр деген сияқты. И все. А сіз зато сол уақытта сторис түсіріп үлгересіз, понимаете? Поэтому адамдарға көп мән берудің қажеті жоқ. Олар как будто бы сіз видеозвонокпен сөйлесіп тұрған сияқты ощущение оларда болады. Сондықтан осындай далалы жерде, жаныңызда адам көп жерде просто алдын ала миллион дубль жасамас үшін алдын ала ойыңызға сақтап алыңыз. Так, мен неме деп сөйлеймін қазір? Осылай, все. И сол айтқан ойыңыздағы сөзіңізді ешқандай қатесіз айта салуға тырысыңыз. Миллион дубль жасап тұрсаңыз, әрине ана жерде кішкене күлкілі көрінуі мүмкін, но егер сіз миыңызда прям четкий сөзіңіз болса, соны бір рет қайталап, бір дубльмен 15 секундта даже ешкім көрмей қалуы мүмкін. В общем, осындай 5 лайфхакты сіздерге мен ұсынамын. Міндетті түрде қолданып көріңіздер. Егер видео ұнаса, комментарий жазыңыздар. Прям мен ол комментарийларды каждыйын оқимын, жауап беремін. Және де бұл комментарийлар мені бұндай видеоларды түсіруге көп мотивация береді. Сіз дайректке жазыңыздар, менің инстаграм парақшам _______, тіркеліп менімен бірге болыңыздар. Барлығыңызға сәттілік.